Elhamdülillahi Rabbil alamin ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Құрметті жиылған көпшілік, құрметті жиылған қауым, енді мына Алланың разылығы үшін деп қасиетті, біріншіден қасиетті ұлық Рамазан айы баршамызға құтты да, хайырлы да, берекелді болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам айлардың сұлтаны Рамазан деген, сол ұлық Рамазан айында осындай игі, ізгі, жақсы игі шараға ат салысып жатқан мына бауырларымыздың баршасының Алла субхана ва тағала малдарына, жандарына, өмірлеріне береке берсін. 4 нәрсе бар дейді ғалымдарымыз. Егерде осы 4 нәрсе болатын болса, ол елде тыныштық пен берекет орнайды дейді, жақсылық болады дейді. Ол 4 нәрсенің біріншісі басшылардың кеңшілігі болатын болса, екінші ғалымдардың білімі болатын болса, үшінші сахауатты, жомарт байлардың дүниесі болатын болса, төртіншісі қарапайым халықтың дұғасы дейді. Қарапайым халықтың мына сіздердің дұғаларыңызға мұқтаж болып, сіздердің осы Рамазан айында, қасиетті айда дұғаларыңызды алайық деп осындай игі шараны ұйымдастырып жатқан мына жария деген қайырымдылық қор, ол көпшіліктің жиналған қаражатын осы сіздерменен бөлісуді жөн көріп отыр екен. Аз да болса көптей көріңіздер. Енді бұл бастамасы, әрине алдағы уақытта бұл шаралар иншалла кеңінен тағы да басқа отбасыларға жалғасын тауып жатады. Сондықтан да осы айда жасалып жатқан әрбір игі шараны Алла субхана ва тағала 10 еседен 700 есеге шейін арттырады деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам садақа берсеңдер, Рамазанда беріңдер, зекет берсеңдер, Рамазанда беріңдер, өйткені оның сауабы Рамазанда өте мол болады деген. Сондықтан да мынау осыған үлес қосып жатқан жігіттердің көпшілігі осындай екен. Әрбіріңнің Алла малдарыңа, жандарыңа береке берсін. Құдай қаласа осы бауырларымыз үшін шынайы дұғада болайық. Осы мешітпен бірлесе істеп отырған игі шара болғаннан кейін мына Рамазан айында баршаларыңызды деніміз сау, әрбір момын мұсылманды ораза ұстауға шақырамыз. Және де шахру Рамазан әлләзи унзила фихил Құран. Бұл айда, Рамазан айында Құран кәрім түсіріле бастаған ай екен. Осы айда Құранды үйренуге шақырамыз. Әрине, әрбіріміз Құранның арабшасын білмесек те, ең болмағанда қазақша бір сүре болса да жаттап, баламызға жаттатып, осы айларда Алланың дініне, Алланың жақсылығына, Алланың мархаметіне, Алланың кеңшілігі мен кешіріміне жарысып қалатын айда біз осы жақсылықтардан құры қалып кетпейік. Сондықтан да Алланың жақсылығына әрқашанда атсалысуға, жалғыз ғана осы бір қормен ғана емес, бүкіл елді, бүкіл халқымызды қолымыздан келсе жақсылықтарда жарысып қалуға шақырамыз. Өйткені хақ иеміз Аллаху субхана ва тағала Құран-ы кәрімде фастабиқул хайрат, жақсылықта жарысыңыздар деген. Сізбен біз жақсылықтарда жарысуды Алла тағалам өзі нәсіп етсін. Алла тағалам тұтып жатқан оразаларымызды қабыл етсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пенденің әрбір жасаған амалы өзі үшін ораза, мен үшін, мен ол оразаның сауабын өзім берем деген. Сондықтан да сол Алланың шынайы ықыласпенен жасалып, Алланың разылығына жететін амалдардан болуын Алла тағалам осы амалдар нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин. Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Аллахумма солли аля ва сайидина ва набиина ва хабибина ва шафи'ана маулана Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллам. Раббым Алла, сенің рахметіңнен, сенің ризалығыңнан үміт етіп, садақаға, жақсылықтарға, игі шараларға өз үлестерін қосып жатқан бауырларымыздың малдарына, жандарына,
өмірлеріне Аллахымыздың береке бер. Раббым Алла осы айларды еліміз үшін, халқымыз үшін, исі момын мұсылмандар үшін құтты да берекелді хайырлы еттейсің. Я Раббым Алла, осы айлардың құрметіменен бүкіл ауруды, сырқауды, бар жамандығында Аллахым біздерден көтеріп, әрқашанда елімізде тыныштықтың, бейбітшіліктің, жақсылықтың әрқашан болуын Алла өзің нәсіп қылғайсың. Саллаллаху аля хойри хулқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи әжмаин. Алхамдулиллахи Rabbil аламин. Рахматка я архамар рахимин.